Бұл есепте негізі былай жасау керек қой. Мысалға қарасаңыздар, анау А-ның орнына бізде кімді қоямыз? А-ның орнына 1001-ді, Б-ның орнына 1000-ды қоямыз ғой, жаңа логика қамалмен мына знак сәйкес келеді. Енді қараңыздар, А-ның орнына 1001-ді қоямын, 1001-дің квадраты азайту 1000-ның квадраты. Сен осылай шығардың ғой? Енді мынандай формула бар да бізде. Негізі 7-ші класста қысқаша көйту формуласы деген ғой, бірақ сіз оны қазір білмейсіз. Мысалы, мынандай формула бар. Мысалы, 1000 осылай екеуінде квадраты болатын болса, және ортасы азайту болатын болса, 1001 минус 1000 бірінші шақшада, екінші шақшада 1001 плюс 1000 деген формула бар. Сонда бірінші шақшадан 1001-де 1000-ды айтсақ 1 болады. Көбейту екінші шақшадан 2000 1 болады. Екеуін көбейтетін болса 2000 1 шығады. В варианты. Түсінікті ма? Өте жақсы. Келесі, мына есепте қараңыз, 8-ші есепте екі жақша берілген ғой, ең соңында екі сұрақ қойған. Бірінші жақшада 6 3 бүрісі 4 тау керек, екінші жақшадан 3 жұлдызша 2-ні тау керек. Сотын шыққан мәндерден тағы да мына ортасына жұлдызша деген знагын тау керек. Әр жақшаны жеке-жеке шығарамыз, Енді мына бірінші жақшаны қалай шығарамыз? Шешімі қалай болады мына бірінші? X 6-ға тең, Y 4-ке тең. Солай ма? Сонда 6 қосылған 4 бөлінген 2, ол бізде 5-ке тең болады, Екінші шақша, енді екінші шақша 3 жұлдызша 2 деген бізде ол мынаған X 3-ке тең, Y 2-ке тең. Тең, 2 көбейту X-ның орнына 3-ті қоям, мына Y-дің орнына 2-ні қоям. 2 көбейту, значит, жақшаның ішінен 1 шығады, одан, значит, бұдан 2 шығады. Бірінші шақшадан 5 шықты, екінші шақшадан 5 жұлдызша, ортада жұлдызша бар. Екінші шақшадан бізде 2 шықты. Бұл қай формула сәйкес келеді? 5 жұлдызша 2 деген. Екіншіге қой, Болды, мына жер орнына апарып қоям. Тең, тең, мына X деген 5, Y деген 2. Тең болады 2 көбейту. X азайту Y деген X-ның орнына 5 азайту 2 дей салам. Мына 2 көбейту, значит 5-тен 2-ні айтсам 3. Сонда шешімі 6, бізде Д варианты. Түсінікті ма есеп? Келесі бізде 9-шы есеп. Енді неге байланысты? Бұлар сандар арасында байланысқа байланысты есептер бұлар. Қара, кез келген қазір біз осыған байланысты есеп шығарған кезде, мына жер былай қараңыздар. Не жер мынау бірінші сектор бар ғой, бұл бірінші басы осы жерден басталады, формуланың басы. Яғни 15-тен басталады. И заңдылығы ары қарап жалғасады. 15-тен 17-ні шығару керек, одан 20-ны шығару керек деген сияқты. Қандай тәсіл бар? Қадамы 2, 17 мен 20-ның қадамы 3, 20 мен 22 қайттан 2 қадамы, 22 мен 25 қадамы 3, қадамы 2, значит, түсінікті болып қалған шығар, Қадамы 2, 3-нан 3 болып тұр. И келесінің қадамы, значит, бізде 2 бола ма? Сонда 32 шығады. Солай ғой, Осы қазір біздің тренажерный есептерді бірге шығарамыз, ары қарап практикалық есептерді өзіңіз шығарасыз. Кеттік. 10-ға. 10-шы есепте қандай заңдылық байқалады? Без, сосын. Так. 9 деме? 9, значит, келесі бізде 11 болады. Келесі, значит, тақсандар екен ғой, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Келесі тақсан бізде 13. Сонда бұл есептің шешімі 58.